Қиыр далада гүлдеп тұрған бақтар мен шексіз жасыл жайлауға оранған кішкентай ауыл бар еді. Сол ауылда Әлия есімді қыз тұратын. Ол Наурызды ерекше күтіп, бұл күні таң атысымен басталатын думанды тойларды жақсы көретін. Бәйге өткізілетін, халық би билеп, ән шырқап, дәмді тағамдар әзірленетін. Бірақ ең қатты ұнататыны 7 түрлі қоспадан дайындалатын қасиетті тағам Наурыз көже жасау салты еді. Осы жылы Әлияның әжесі оған Наурыз көжеге қатысты 7 сиқырлы қоспаны жинауды тапсырды. Бірақ әрбірін тек жақсы істер жасап алуға болатынын айтты. Алдымен Әлия өзен жағасына барып, қоқыстан ластанған қарт тасбақаның үйін тазалап берді. Соның арқасында ол алғашқы қоспа таза суды алды. Келесіде ол көп жылдар бері өз үйінен шықпаған ақылды қарияға кірді. Қарияның әңгімесін тыңдап, ошағына от жағып берді. Риза болған қария оған молшылықтың символы бір уыс бидай сыйлады. Содан кейін Әлия қойшыға жоғалған қозыларын жинауға көмектесіп, одан жаңа сауылған сүт алды. Кейін далада ол шөпке шырмалған араны босатып алды. Ал ара оған тәтті өмірдің белгісі бал сыйлады. Базарға кетіп бара жатып, Әлия ауыр қоржын көтеріп келе жатқан әйелге көмектесті. Ол әйел жылы шырайдың символы май сыйлады. Үйге келе жатып, досының арбасын жөндеуге көмектесті. Досы оған күріш берді. Соңғы қоспа тұзды ол өзінің қайырымдылығы үшін әжесінен алды. Барлық қоспаны жинап, Әлия үйіне оралды. Әжесі дәмді Наурыз көже әзірледі. Ауыл халқы үлкен дастархан басына жиналып, көктем мен достыққа, мейірімділікке қуанды. Осылайша Әлия Наурыздың тек мереке емес, айналаға қайырымдылық пен мейірім, қуаныш сыйлайтын уақыт екенін түсінді. Содан бері әрбір Наурызда ауыл тұрғындары осы оқиғаны еске алып, балаларға өмірдегі ең маңызды нәрсе игі істер мен жүрек жылуын бөлісу екенін үйретіп келеді.